Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен Аллах тағаланың қалауымен тағы да қауышып отырмыз. Бұл жалғанда Алланы және қасиетті Құран мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннеттерінде келген Аллах тағаланың есімдері мен сипаттарын зерттеуден абзал ілім жоқ екен. Яғни бүгінгі біздің видеомызда әлемдердің жаратушысы, яғни Аллах тағаланың көркем есімдерінің сырлары мен қасиеттерін одан әрі кеңірек ұғынуға, сонымен қатар Аллах тағаланы одан әрі жақын тани түсуге тырысатын боламыз. Кім ілім жолына түсетін болса, Алла тағала оның жәннатқа баратын жолын жеңіл етіп қояды екен. Сондықтан көркем есімдер мен кемшіліксіз пәк сипаттарды білу исламдағы ең ұлы амалдардың бір тірегі болып саналады. Сол себепті көркем есімдер мен кемел сипаттарды білу ұлы мәртебелі ілім болып саналады екен. Өйткені бұл ілім Алланың разылығына, рахымына, жәннатына жетудің жолын жеңілдетіп қоятын киелі білім болып саналады. Алла тағала кімге жақсылық қаласа, дінді терең білуді нәсіп етіп қояды екен. Ендеше баршамызға Аллах тағаланың ілім жолына түскен, дінді терең білген, осы арқылы жәннатқа баратын жолын жеңілдетіп қойған сүйікті құлдарының қатарында болуымызды нәсіп етсін. Ілім алудың маңыздылығы жайында ислам әлемінде 4-ші халиф болған Әли ибн Абу Талиб радиаллаху анху ілімсіз ғибадатта түсінбей оқыған ілім және ойланып мән бермей оқуда еш жақсылық пен берекет жоқ деген екен. Ендеше Аллах тағаланың көркем есімдерінің мән мағынасын түсініп, кемшіліксіз пәк сипаттарын танып, бұйырса Алланың разылығына бөленейік. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, Алла разылығын тілейтін достарыңызға видеоны жіберіңіздер. Алланы тануға, сонымен қатар Аллаға құлшылық жасауға кеткен уақытымыз бен күш-жігеріміз еш уақытта босқа кеткен, ысырап болған уақыт болып саналмайды. Керісінше Алланы танып білуге, Аллаға құлшылық жасауға кеткен уақытымыз ең бір берекелі, мол сауаптарға толы, Алланың рахымына толы хайырлы уақыт болып есептеледі. Олай болса, бисмиллахир-рахманир-рахим деп бастаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген екен: Алланың 99 есімі бар. Кім оларды жаттап алса, жәннатқа кіреді деп, осы есімдерді жаттаған адамның жәннатқа баратынын айтып сүйіншілеген екен. Алла тағаланың есім сипаттарын білудің пайдасы бұл біздің басымыздағы түрлі қайғы қасиеттеріміз бен уайымдарымызды кетіріп, оны қуанышқа айналдырып, жүрегімізге тыныштық нәсіп етеді екен. Қасиетті Құранда былай айтылған: ең жақсы атаулар Аллаға тән, оған сол аттармен жалбарыныңдар. Яғни сол көркем есімдермен үн қатып дұға жасаңдар деген екен. Тілекті Алла тағаланың көркем есімдеріне жүгіне отырып сұрау дұғаның қабыл болуы шарттарының бірі екен. Яғни жалпы көркем есімдерінің мағынасына сай Алладан сол есімдерді атап тілек тілеу. Мысалы, я аса кешірімді әл-ғафур, менің күнәларымды кешіре көр деп дұға тілеуімізге болады екен. Сонымен қатар ерекше мейірімді деген мағынаны білдіретін Аллах тағаланың 3-ші көркем есімі ар-рахим. Яғни біз я ар-рахим, ерекше мейірімді, ар-рахим, маған мейіріміңді төге көр деп осылай дұға жасауымызға болады екен. Сонымен қатар Аллах тағаланың 6-ші көркем есімі әс-сәлам. Яғни бейбітшіл, есендік беруші, өзінің жаратқан мақлұқтарына амандық береді. Яғни осындай мағынаны білдіреді. Яғни я әс-сәлам, маған және менің отбасы мүшелеріме амандық бере көр деп тілеуімізге болады екен. Сонымен қатар 18-ші есімі ар-разақ, яғни ризықтандырушы. Осындай мағынаны білдіреді екен. Я ар-разақ, маған мол ризығыңды нәсіп ет, мол дәулет нәсіп ет деген сияқты өзіміздің материалдық жаңағыдай мұқтаждықтарымызды Аллах тағаладан осы ар-разақ есімін айтып отырып тілеуімізге болады екен. Және де Аллах тағаланың 36-ші көркем есімі, яғни әш-шакур,
Бұл есімнің мағынасы алғыс иесі, жақсылыққа қарымта қайтарушы. Біз осы есімді атай отырып, я аш-шакур, мен сенің барлық осы уақытқа дейін берген нығметтеріңе, барлық осы тағдырыма мен разымын. Саған шүкіршілік айтам, саған алғыс айтам деп, осылай біз Аллах тағалаға шүкір етуімізге болады екен. Сонымен қатар Аллах тағаланың 94-ші көркем есімі әл-хади, яғни бұл есімнің мағынасы туралыққа бастаушы деген мағынаны білдіреді екен. Және де бұл есімді біз зікір етсек, бізді тура жолға бастап, сонымен қатар біздің балаларымыздың сотқар мінезді болмауын тілей алады екенбіз. Осы әл-хади есімін зікір ету арқылы біз осындай жақсылықтарға қол жеткізе алады екенбіз. Яғни, я әл-хади, я тура жолға бастаушы, я туралыққа бастаушы, мені тура жолыңа сала көр, мені өзіңнің хақ жолыңнан адастыра көрме деп, осылай тілегімізді айтуымызға болады екен. Осыған дейін біз Аллах тағаланың 1-ден 9 аралығындағы көркем есімдерінің қасиеттеріне, мағынасына тоқталған болатынбыз. Ендеше Аллах тағаланың 10-шы көркем есімі әл-джаббар, бой сұндырушы, аса құдіретті деген мағына. Ал толық мағынасын ашатын болсақ, бой сұндырушы, аса құдіретті, аса өктем, билік пен қуат иесі деген мағынаны білдіреді екен. Әл-джаббар есімінің қасиеті, кім әл-джаббар деп қайталап айтса, бәрі оны жақсы көретін болады, және адам мен шайтанның жамандығынан қорғалатын болады дейді. Екіншіден, кім бұл көркем есімді зікір етіп жүрсе, халық арасында құрметті болады. Ал үшінші, кім осы есімді күнде 208 рет қайталаса, дұға тілектері орындалады. Адамдар мен жындардың кесір-кесапатынан, жамандығынан аман болады екен. Келесі есім Аллах тағаланың 11-ші көркем есімі әл-мутакаббир, тәкаппар, аса жоғары. Ал толық мағынасына келер болсақ, тәкаппар, аса жоғары, паң, ұлылық және биіктік иесі, барлық жаратылғандардан артық. Әл-мутакаббир есімінің қасиеттеріне келетін болсақ, кім осы есімді күнде 664 рет айтып жүретін болса, абыройлы болады, мол дәулет пен рухани кемелдікке қол жеткізеді. Сонымен қатар халықтың сүйіспеншілігіне бөленеді екен. Сонымен бірге сауаптары мен игі істері артады екен. Ал екінші қасиеті, кім әйелмен жақындасардан бұрын осы есімді 10 рет қайталаса, Алла тағала оларға ізгі ұрпақ нәсіп етеді екен. Аллах тағаланың 12-ші көркем есімі әл-халиқ, жаратушы деген мағынаны білдіреді. Ал толық мағынасын ашып айтатын болсақ, жаратушы, ол әр нәрсені өз еркімен көркем түрде жаратады екен. Әл-халиқ есімінің қасиеттеріне келер болсақ, бірінші қасиеті, кім әл-халиқ деп осы есімді түнде қайталайтын болса, Алла тағала бір періште жаратады, және ол періштенің қияметке дейінгі құлшылығының сауабы сол адамға жазылады екен. Екінші қасиеті, бала таба алмаған әйел 7 күн ораза ұстап, әл-муссауир, әл-бәри, әл-халиқ деп 21 рет айтып, сол суға дем салып, аузын сол сумен ашып, шынайы ықыласпен жалғыз Алла тағалаға дұға етсе, иншалла оған жаратушы осы есімдердің құрметіне перзент сыйлайды екен. Расында Алла мейірімді, бәрін естуші, бәрін көруші, дұғаларды қабыл етуші, және аса құдіретті. Алланың рахымынан ешқашан үміт үзбеңіздер. Шын ниетпен сұраған дұғаны Алла тағала қайтаруға ұялады дейді. Сондықтан Алладан басқа ешкімде мұқтаждығымызды өтей алмайды. Тек бір Алладан ғана қол жайып көмек сұрайық. Тек бір Аллаға ғана мұқтаж болайық. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Алла тағаланы танып білуге кеткен уақыттарыңызды Алла тағала береке мен жақсылыққа толтырсын. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, Алла разылығын тілейтін достарыңызға видеоны жіберіңіздер.